Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін асқабақтан осындай керемет тосап жасайтын боламыз. Видеоны соңына дейін көріңіздер. Мен асқабақты осылай турап, мұздатқышқа салып қоямын. Керек уақытында алып тұрамын. Қазір осы тұрғаны 650 грамм. Осыдан тосап жасайтын боламыз. Үлкенірек ыдысты алып, отқа қоямыз. Үстіне асқабақты саламыз да бетін жауып қоямыз. 5-7 минут бойына қайнату керек. Уақыт өткеннен кейін үстіне қант саламыз. Қантымыз сәл ергеннен кейін үстіне су қоямыз. Судың мөлшері және барлық ингредиенттердің мөлшері видео астында көрсетілген. Бетін жауып қоямыз да орташа отта 20 минут бойына қайнатамыз. Міне біздің асқабағымыз қайнады. Енді оның піскенін осылай алып шанышқымен түрткенде езілу керек. Егер езілсе, демек сіздің асқабағыңыз пісті деген сөз. Асқабағымыз піскен соң оны оттан алып 10-15 минут бойына суытып алғаннан кейін үстінен осылай блендермен езіп шығамыз. Міне біздің асқабақтан жасалған тосабымыз дайын. Өте дәмді, тәтті, қанық түсті, сіздің дастарханыңыздың өңін ашады. Нанға жағып жесеңіздер де болады, немесе бәліштерге қосуға болады. Алдағы уақытта осы асқабақ тосабынан жасалған бәліштің рецептісін саламын, күтіңіздер. Видеоны соңына дейін көрген болсаңыздар, менің каналыма тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Айдана, келесі көріскенше сау болыңыздар. Ас болсын!